Сәлем баршаңызға. Жоқ, қателескен жоқсыз. Бұл рецепттің видеосы. Бұл бақшамыздағы алмаларды жинап, осыдан қазір шарлотка жасаймыз. Алмаларымызды жақсылап жуып, осылай сақтап турап дайындап аламыз. Енді қамырын дайындаймыз. Оған жұмыртқаларымызды қантпен жақсылап миксерлеп, оның үстіне сары май қосамыз. Тағы да бір рет миксерлеп алып, оның үстіне сода немесе ұн қосқыш қосамыз. Негізі ұн қосқыш жақсы. Кейін ұнымызды бөліп қосып, жақсылап миксерлейміз. Осындай қоюлау қамыр шығады. Алмамызға егер қышқылдау болса, аздап қант қосып жіберуге болады. Алмамызды қамырымызға салып, араластырамыз. Алманы қалауыңыз бойынша қосыңыз. Көбірек болғанын қаласаңыз көбірек. Ол әркімнің өзінің талғамына байланысты. Формамыздың астына пергамент қағазын жайып, аздап майлап, қамырымызды салып, 180 градуста 30 минуттай пісіреміз. Пирогымыз дайын, ас болсын.